машинаға келдік. Мені мына машинамен күтіп алыпты. Көкеміз кішкене кино болып тұр екен. Әдем. Алматы сол баяғы суықтау кішкене. Аға, ассалаумағалейкум. Сізге продукт алып берейін ба? Продукт алып берейін ба? Алып берейін ба? Не алып берейін? Не аласыз? Хорошо, алыңыз. Тағы не аласыз? Қалай нәрсеңізді ала беріңіз, мен төлеп беремін. Сметана болсын. Сметана давайте. Қалай дейсіз? Мен алып келіп едім, анау аламыз да кетем деп. Ақшаңыз болмай тұр ма? Беріп тұр екен ғой, значит. Иә. Мынаны салғасыншы. Қалған нәрсеңізді алыңыз деп едім. Төртақ нәрсе алыпсыз, бесақ нәрсе. Иә, енді рахмет осығанда құдай шүкір. Иә. Өзі олда 500 теңге, 700 теңге, 1000 теңге алып беріп отырса рахмет. Қалтаңызда тек 100 теңге ғана болды ма? Иә, соған қиналып. Бір аптаға бердім ғой тамақ. Рахмет. Мен микрорайонда тұрамын. Кіммен тұрасыз? Өзім жалғыз тұрамын. Пенсия аласыз ба? Пенсия аз 50 000 теңге. Қазір қымбаттап кетті. Айына 25 000 төлеймін. Пенсия жетпейді дейсіз ба? Иә, жетпейді. Жоқ, просто мен таңғалғаным, сізге қалаған нәрсеңізді алыңыз дедім. Сіз бесақ нәрсе алдыңыз. Неге көп алмадыңыз? Рахмет, өмірің ұзақ болсын сен. Үйленгенсің бе? Әумин, жоқ үйленбеймін. Құдай бұйырса. Бір жылдың ішінде ме, жарты жыл. Үйленіп, бала шаға алып. Сіздің пенсияңыз қанша теңге дедіңіз? 50 000 теңге. 50 000 теңге, мына жерде 5 нәрсе бар, сосын мен айтдым сізге давайте тағы бір 50 000 теңге болсын. Өзіңізге бір нәрсе алыңыз. Өмірің ұзақ болсын. Жақсы, өзіңізге. Привет. Күшті ма не, Шымкент? Қалайсың? Қай, сүйем деп қалдың ба? Шымкентті жақтырмайдан ғой, Шымкентті мақтап атсың. Что-то осы шоу ұнады. Точно? Короче, жаз кезде қатты ыстық, а так былай әдемі екен. Қыста күшті ма? Үйде очень осындай обстановка болады. Бүгін жерде отырып жайлап. Осындай атмосфера отыр үйде. Қолмен жеген кайф қой. Былай жеу үшін кішкене қолды тазалап жуу керек та. А то микроб болып кетуі мүмкін да. Микроб ауыр беріп кетуі мүмкін. Жаман жаққа өтіп бара жатсам егерде осы барғанын жақсы көремін ғой. Осы барғанын ішінде ноқтасы красавчик. біраз нәрселерге осы ақ тез үйлендіру керек болып тұр ғой. сол қазір бізде барлығы жақсы. Ноқтасы өлең айтайын деп отыр. Сочный тамағын жеп алып жұмыс істеуге келдік. В общем, вообще демалуға уақыт жоқ. Чисто жұмыс, work и work деген работа, короче. Вот, потому что мен скоро бұйырса номер 1 болу керек, поэтому жұмыс істеу керек. Цель қойдым. Русский цельдер қойдым, сол цельдер орындау үшін жұмыс істеу керек болып тұр. Вот. Осында мыс. Жақында жаңа кавер, кәдімгі рұқсатын сұрап, айтуға бола ма енді? Болады деп айтты. Сондай ғой, короче. В общем, ұнайды деген ойдам, кәсін де көрдім.